Ата, осы жерде шынымен әлемді өзгерткен оқиғалар болған ба? Я балам, бұл жер тасын түртсең тарихы сөйлейтін мекен. Ата, жезді туралы айтып беріңізші. Олай болса, жақсылап тыңда, балам. 1941 жыл. Ұлы отан соғысы басталған кез. Немістер маңыздеген орындарын басып алды, Григорий. Енді бізге жаңа өндіріс ашу керек. Мына өңір болашақтың кілті. Түсіндім, Қаныш Имантайұлы. Қандай шара қабылдаймыз? Орталық аймақта, мына Жезді деген жерде марганец қор жатыр. Ертеңгі өндіріс, ертеңгі ғылым осы қазынаға тәуелді. Жауды жеңу үшін дереу осы кен орнын ашу керек. Жігіттер, қарқынымызды бәсеңдетпейік. Дұрыс айтасыз, отан үшін аянбайық. Отан үшін аянбайық. Біз берген марганец, жауға атылған оқ. Күн-түн демей еңбек етуіміз керек. 10 оқтың 9-ы жезден шыққан марганецтен жасалды. Осылайша біз жеңіске де жеттік. Халқым, сіздердің арқаларыңызда небәрі 38 күн ішінде марганец кен орнын іске қостық. Енді бұл жерде үлкен үйлер салынады, жаңа өмір басталады. Марганец кеніші ашылғаннан кейін Жездіде үйлер мен мектептер салына бастады. 1963 жылы аудан орталығы болды. Сол уақыттарда Жезді ауданы қарқынды дамыды. Алайда 1997 жылы аудан статус алынып, шахталар жабыла бастады. Жұмыссыз қалған халықтың көпшілігі қалаға көшуге мәжбүр болды. Ал кейбіреу мал шаруашылығына ден қойды. Ассаламу-алейкум. Уалейкум ассалам, сапарың оң болсын. Жақсыста, шырағым, төгіп алма. Қазіргі уақытта Жезді маңында карьерлер ашылып, арасында жаңадан үйлер де салынып жатыр. Мына кірпіштің деңгейін тексеріп тұрсыз ба? Иә, тағы бір қатардан кейін қабырға бітіп қалады. Ертең шатырды көтереді. Жездінің тарихын қысқаша айттым. Жүр, қалған музейден барып көрейік. Міне, балам, туған жердің тарихын біле жүр. Ата, жезді туралы білмейтінім көп екен. Әзірге дейін осы жерден талай мықты саясаткерлер, спортшылар шығып жатыр. Мен де өскенде туған жердің көркеюіне үлесімді қосамын. Талабына нұр жаусын, балам. Жезліктер жанадал, асыл жандар, жасымайтын өмірге ғашық жандар. Жезліктер жақсыны жақсынбайтын, қонағына есігі ашық жандар. Жезліктер жақсыны жақсынбайтын, қонағына есігі ашық жандар. Жезліктер тағдырға төзім білер, қиындықтың салмағын өзім білем. Жезліктер жеңілдер емдейді, тауратып қуатын көзім көрген. Жезліктер жеңілдер